дұрыс айтасыз, болашақ бағдарламасы біздің елге шетелдегі білім алуды қолжетімді қылып жасады. Бірақ одан да басқа халықаралық өте әйгілі, респектабельный, яғни деңгей жоғары стипендиалдық бағдарламалар өте көп. Соның ішінде ең алдымен үкіметаралық бағдарламаларға көңіл бөлуді ұсынар едім. Себебі олар сенімді, үкіметаралық болғаннан кейін ол жақта репутацияға жүгінген бағдарламалар. Соның ішінде мысалы Венгрия ұсынатын стипендиум Хангарикум, Түркия ұсынатын Түркия бұрслары, Қытай, Гонконг елдерінен ұсынылатын Belt and Road бағдарламалар. Әрине, оларды атай берсе, аты да көп, заты да көп, бірақ біздің Қазақстанда үлкен сұранысқа ие осы бағдарламалар. Және осы бағдарламалар бойынша жыл сайын жүздеген, мыңдаған студенттеріміз шетелге оқуға мүмкіндік алып жатыр.